Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің сабағымыз 5-ші сыныптың дүниежүзі тарихы ежелгі Қытай бөлімі бойынша ежелгі Қытайдың қандай ғылыми жаңалықтары бүгінгі күнге дейін жетті тақырыбы. Бүгінгі сабақта балалар біз ежелгі Қытай ғылымдарының арифметика, геометрия, астрономия, медицинаның пайда болып дамуына, шаруашылық іс-әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын сипаттаймыз. Ал енді балалар, өткен сабаққа шолу жасайық. Төмендегі мәліметтердің ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыздар. Ал енді жауабымызды тексеріп көрелік. Бұл жерде ақиқат Конфуций, Лао Цзы, Чан Ян, ежелгі Қытай ойшылдары, Қытайдың аспан асты ел деп аталу себебі олар ертеден аспанға табынған, терракота әскері күйдірілген саз балшықтан жасалған мүсін, ақиқат екен. Ал жалған пікірге Қытай біртұтас мемлекетке біздің заманымыздан бұрын 220 жылы біріктірілді. Терракота әскері деп аталатын ескерткіш 1975 жылы ашылды. Ұлы Қытай қорғанын салғызған Любан. Бұл сұрақтар жалған екен. Мен сіздердің жауаптарыңыз осындай болды деп ойлаймын. Қателескен оқушылар болса, қатемен жұмыс жасап, өз қателіктеріңізді жөндеді деп ойлаймын. Ал енді балалар, біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын, мына құпия заттар, суреттерде көрсетілген заттарды атап, олардың сабақпен қандай байланыс болуы мүмкін деген сұраққа жауап беріп көрелік. Балалар, біз күнделікті қолданып жүрген бір рет болсын көрген заттар, бұлардың көбісі Қытайдың алғашқы өнер табысы болып табылады екен. Оқ-дәрі, мылтық атуға арналған оқ-дәріні де алғаш ойлап тапқан қытайлықтар екен. Құбыланама, жердің магниттік полюстері мен жарық жақтарын көрсету арқылы жерге бағыттауды жеңілдететін құрал. Қағаз, Қытайда ойлап табылған, адамзат әлемі күні бүгінге дейін пайдаланылып келе жатқан заттардың бірі. Сейсмограф, жердің сілкінісін зерттейтін аспап. Сонымен балалар, біз сіздермен бүгінгі сабақта ежелгі Қытай елінде ашылып, күні бүгінге дейін жеткен, маңызын жоғалтпаған ғылыми ашулармен танысамыз. Ендеше Қытайдың ғылыми білімдерін тереңірек үңіліп назар аударайық. Ежелгі Қытайдың ғылыми білімдері жоғарғы дәрежеде болған. Солардың бірі арифметика мен геометрия. Мысалы, математика ғылымы биік деңгейде дамыған. Ежелгі қытайлықтар өздеріне дейін шығармалардың мәліметтерін пайдаланып, теріс сандардың амалын сипаттаған, бөлшектердің пропорциясы мен прогрессияның амалдарын қолданған. Ежелгі қытайлықтар геометрия әлемінде фигуралар туралы білімін қолданып, оларға қатысты математикалық амалдарды шешкен. Қытайдың атақты танымал тұлғасы Чжан Цянның 9 кітапты математика еңбегі қолданбалы маңызы бар шығарма болып табылады. Бұл еңбек жер өлшеуіштердің, жұлдызнамашылардың, чиновниктердің күнделікті қажетті оқу құралдарына айналған. Чиновник қызметіне ие болу үшін олар математикадан емтихан тапсыруы керек болған. Ал енді мына жерде біз ежелгі Қытай ғалымдарының жасаған жетістіктерін көруімізге болады. Қытайдың әлемдік мұралары.
Бұл мұралар осы кезге дейін жеткен өзінің құндылығын жоймаған мұралар. Ұлы Қытай қорғаны, аспан қырамы, Ұлы Қытай арнасы. Ал енді балалар, мына берілген суретке мұқият қарап, ежелгі Қытайда қандай ғылым қалыптасты деп ойлайсыздар? Әрине балалар, суреттен байқағандарыңыздай, ол аспан денелерін зерттеу. Аспан денелерін зерттеу ғылымы астрономия деп аталады. Себебі егіншілер үшін жауын-шашын мезгілі өте маңызды болды. Бұл ежелгі Қытай ғалымдарын аспан денелерін зерттеуге әкелді. Ежелгі Қытай жұлдызнамашылары жұлдызды аспан картасын жасаған. Онда 28 шоқ жұлдыз көрсетіліп, аспан денелерінің қозғалысы, оның орын ауыстырулары алдын ала айтылып отырған. Күн мен айдың тұтылу болжамдалған. Олар алғаш рет күннің бетінде дақтар бар екенін байқаған. Сарай жанындағы жұлдызшылар ауқатты ақсүйектер үшін жұлдыз жорамалдарын құрастырған. Ежелгі Қытай жұлдызнамашыларының негізгі жетістіктерінің бірі күн мен ай күнтізбесін құрастыруы болды. Ежелгі Қытай түсінігі бойынша жыл 365 күннен 12 айдан тұрады деп есептелген. Күнтізбе егін шаруашылығын жүргізуге бейімделген. Ал енді тағы да бір Қытай ғылымын қарастыратын болсақ, ол медицина. Медицина ілімі Қытайда өте жоғары деңгейде дамыды. Ежелгі Қытай дәрігерлері емдеудің түрлі әдістерін, инемен емдеу, күйдіру, жаттығу, шөппен, емдік шөптерді пайдалану, медициналық трактаттар сақталып күні бүгінге дейін жеткен. Сол трактаттарда ауру түрлері мен емдеу тәсілдері сипатталған. Сонымен онда 200-ден аса дәрі сипаттамасы болған екен. Хирургиялық ота үлгілері де белгілі болған. Және Қытайда кең таралған өсімдіктердің көптеген емдеу қасиеттерін ашқан екен. Мінекей балалар, біз сіздермен Қытайдың түрлі ғылым салаларын қарастырдық. Ал енді бір сәт өнер табыстарға тоқталайық. Тұспағдар, жердің магниттік полюстері мен жарық жақтарын көрсету арқылы жерге бағыттауды жеңілдететін құрылғы. Қытайда әлемдегі ең алғашқы құбыланама компас ойлап табылған. Ол өзі қазіргі құбыланамаға ұқсамағанмен, сол дәуірдің өзінде дүниенің 4 бұрышын дәл бағдарлауға мүмкіндік берген. Әсіресе Қытай теңізшілері осы құбыланама арқылы ашық теңізге шығып, Үндістан жеріне дейін бара алатын болған. Сейсмограф жер қабығының тербелуін жазатын аспап. Жердің сілкінісін алдын ала болжайтын бұл аспапты да ежелгі қытайлықтар ойлап тапқан екен. Ал енді балалар, біз осы бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында бірнеше тапсырма орындап көрелік. Сендерге мінекей бірінші тапсырма. Бұл тапсырмада шарты бойынша берілген суреттердің атауын жазып шығамыз. Және балалар тапсырманы орындау кезінде міндетті түрде дескрипторге көңіл аударамыз. Дескриптор бізден не сұрап тұр? Ең кем дегенде 4, 5, 6 суреттің атауын жазуымыз керек екен. Ал кәнекей балалар, іске сәт. Ал енді жауабын тексеріп көрелік. Қағаз, шәй, компас, оқ-дәрі, жібек, фарфор. Дұрыс жауапқа назар аударайық.
Мен сіздердің жауаптарыңыз осындай болды деп ойлаймын. Ал енді екінші тапсырмамызға көшелік. Бұнда Қытайда дамыған ғылыми білімдерді топтастырамыз. Өзімізді тексеріп көрелік. Арифметика, геометрия, медицина, астрономия. Өте жақсы балалар. Сіздердің де жауаптарыңыз осындай болды деп ойлаймын. Ал енді келесі тапсырмаға көңіл аударайық. Мұнда төменде берілген жетістіктердің маңызын анықтаңыз дейді. Жетістіктер: жұлдызды аспан картасы, тұспағдар, шәй, сейсмограф, қағаз. Солардың маңызы туралы жазамыз. Өзімізді тексерелік. Жұлдызды аспан картасы, оның маңызы не екен? Жұлдызнамашылар аспан денелерінің қозғалысын, орын ауыстыруын зерттейді екен. Тұспағдар дүниенің төрт бұрышын бағдарлауға мүмкіндік береді екен. Шәй сырқат адамның күш қуатын сақтайтын дәрі ретінде пайдаланылған екен. Және оны кейінірек сусын ретінде пайдаланып жүрміз қазіргі кезде. Сейсмограф жердің сілкінісін алдын ала болжайтын аспап. Қағаз адамзат әлеміне күні бүгінге дейін кең түрде қызмет етіп келе жатқан зат екен. Өте жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындай келе, бүгін сіздер ежелгі Қытайдың ғылыми білімдерінің дамуына сипаттама бердіңіздер. Ал енді осы сабағымызды қорытындылап, кері байланыс берелік. Сыныптан шығу билеті. Мұнда сіздер балалар түсінген екі ұғымды жазасыздар, сенімсіз екі ұғымды жазасыздар, тақырып бойынша бір сұрақ бересіздер. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз біздің аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.